Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығатын сосиска в тесте жасайтын боламыз духовкада. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп суымызды, ыстық суымызды, мұздай суымызды, сүтімізді барлығын араластырып аламыз. Одан кейін тұз, шекерін салып, және қолымызбен араластырып жіберетін боламыз. Одан кейін дрожжымызды салып, електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз електен өткен, өте әдемі болып шығады. Електен өтілген ұнмен жұмыс жасасаңыздар, өте әдемі болып шығады. Сонымен барлығын бөліп ұнымызды салып аламыз да, қамырымызды илеп алатын боламыз, жақсылап отырып. Бірден көп салып жермеңіздер. Осылайынан бөліп салатын боламыз. Қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қамыр илейтін боламыз. Мінекей, қолымызға сәл жабысады, оған мән бермейміз. Кішкене майлап жіберіп, осылайынан ашытуға жіберетін боламыз. Бір шетке алып қоямыз, бетін жауып. Одан кейін 2 сағаттан кейін қамырымыз дайын болып қалады. Ал енді қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Өте әдемі болып көтерілген біздің қамырымыз жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Осылардың барлығын осылай 2-ге бөліп аламын қамырымды. Содан кейін ұн сеуіп отырып, кішкене көп сеппейміз, кішкене себеміз. Жұқалау қылып, орташа жұқалықта қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылайынан жайып, ұзын қылып кесетін боламыз одан кейін. Барлығын бірдей қылып кесіп алып, осыған сосискаларымызды орайтын боламыз. Мінекей, менде осындай сосискалар дайын. Барлығын осыларды алып, бір шетінен орап шығатын боламыз. Әркімнің түйеуі әртүрлі, мен осылай орай саламын қамырларымды. Өте әдемі, керемет жұмсақ болып шығады. Осылайынан барлығын түйіп алатын боламыз. Әркімнің қалауы әртүрлі, өріп түйсеңіздер де болады, осылай орап істесеңіздер де болады. Мен бұл жерде 2 түрлі қылып істедім. Мінекей, дәл осындай қылып істедім. Біріншісін, екіншісін басқаша қылып өрдім. Мінекей, барлығын осылай протеинімізге салып шығамыз. Одан кейін үстінен бір жұмыртқаны салып, бетіне жағып шығатын боламыз. Біздің сосиска в тестеміз өте жұмсақ болып, әдемі қызарып пісу үшін осылайынан жұмыртқаларымызды жағып алатын боламыз. Одан кейін барлығын бір келкі қылып жағып, үстінен күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде күнжіт септім. Өте әдемі көрінеді күнжіт сепсеңіз. Осылайынан барлығын сеуіп алып, духовкаға жіберетін боламыз. 180 градуста пісіріп шықтым мен. Өте дәмді, бізге ас болсын, осындай сұлулық шықты. Сау болыңыз.